Мен Бесенбаева Жазира Талғатовна. Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті Жансүгіров колледжінің педагогика және психология ғылымдарының магистрі, арнайы пән оқытушысымын. Ұстаз талантты болса, шәкірт талапты болады деген халық даналығын жадымда ұстаймын. Сол себепті өзімді қазіргі қоғамға сай, білімімді шыңдап, шығармашылықпен айналысып, өз-өзімді жан-жақты дамытып отырамын. Оқытушы ретінде басты мақсатым болашақ ұрпақтың қоғамдық өмірге тез әрі жеңіл қосылуына, мақсаттарына жете алуына, оқу тәрбие үрдісінде білімгерлердің қабілеттерінің артуына ықпал ету. Психология пәндерінде теориямен қоса тәжірибелік жұмыстарды жиі ұйымдастырамын. Ол жұмыстар психодиагностика, терапия, коррекциялық психологиялық ойындар және ағарту жұмыстарын жүргізуінен көрінеді. Сонымен қатар, психолог маманмен бірге әріптестер арасында ағарту және тренингтер ұйымдастырып, ұжымдағы қарым-қатынасты нығайтуға атсалысамын. Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды демекші, колледжімізде жақсылық жасап жүрген еріктілер тобының мүшелерімен өз психологиялық қызметімді жүзеге асырамын. Сондай-ақ Жетісу облысы бойынша мектеп, колледж психолог мамандарына өз тәжірибемен бөлісіп, шебер сыныптар өтіп тұрамын. Жетісу облысы бойынша дене шынықтыру пәні оқытушыларына біліктілік арттыру курстарында педагогика және психология модулі бойынша дәріс өтемін. Жетісу телеарнасына сұхбат беруге шақырту алып тұрамын. Көрермендерге педагогикалық және психологиялық кеңес беріп, тәжірибемен бөлісемін. Талдықорған қаласында тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек көрсету орталығына барып, балаларға материалдық көмек көрсетіп, аналарға психологиялық қолдауды тегін ұйымдастырамын. Талдықорған қаласында ашылған Мен тұлғалық даму орталығының құрылтайшысымын. Ол жерде Қазақстан бойынша психолог мамандарына өз авторлық курсымды онлайн, офлайн форматта жүргіземін. Жасөспірімдерге, ересектерге тренинг ұйымдастырып, өмірдің әрқилы кезеңдерінен, дағдарыстарынан шығуға көмектесемін. Қоғам талабына сай, әлеуметтік желі көптеген адамдардың қарым-қатынас ортасы болғандықтан, әлеуметтік желілер Instagram, Telegram, WhatsApp арқылы психологиялық ағарту жұмыстарын жүргізіп, колледжшілік жәрдем психологиялық клубына жетекшілік етемін. Қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық байқауларға онлайн және офлайн форматта жиі қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүрмін. Қоғам адамның өмір сүру тәсілі. Қоғамсыз адам, адамсыз қоғам жоқ. Мен оның бір бөлшегімін. Сондықтан жан-жағымдағы адамдарға, яғни балаларыма, туыстарыма, достарыма, әріптестерім мен білімгерлеріме жағымды жағымдан әсер ете алуым керек. Сапалы қоғамды бірге құрайық.